Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған волонтер жылы ресми түрде өз мәресіне жетті. Бүгін жыл волонтері халықаралық сыйлығының жеңімпаздары анықталды. Осы мақсатта облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың және өңірдегі үздік волонтерлардың қатысуымен салтанатты жиын өтті. Онда еріктілердің еңбегі тағы бір мәрте еленді. Жыл волонтері халықаралық сыйлығы номинацияларының иегерін аймақ басшысы арнайы құттықтап алғысын білдірді. Волонтер жылы. Пандемиямен тұспа-тұс келген бұл жылда еріктілердің еңбегі ұшан теңіз. Қауіп арасында жүрсе де жомарт жандар ерікті түрде бірлесе отырып, халыққа көмек қолын созды. Тек әлеуметтік салада ғана емес, әр алуан бағытта ілкімді істерді қолға алды. Бұл ата-баба қанына сіңген дәстүр сабақтастығының жарқын көрінісі. Осылай деген Бердібек Мәшбекұлы жыл аясында елдегі еріктілер қозғалысының қарқыны өсіп, волонтерлік акциялардың саны бірнеше есеге артқандығын жеткізді. Аймақ басшысы облыс атынан жыл волонтері халықаралық сыйлығының жеңімпаздарын марапаттады. Тек қана Қазақстан үшін емес, бүкіл дүние үшін қилы жыл болып жатыр. Сол кезде сіздердің көмектеріңіз үлкен. Біз енді өз көзімізбен көрдік. Сіздердің қалай қиналған тұрғындарға көмектескендеріңізді, қасындағы қолдауды, көмекті қажет ететін азаматқа көмектессе, кішкентай болса да бір сауап жасасаң, ол сенің өзіңе ертең үлкен бір маңдай жақсылықпен қайтады. Сондықтан мен облыс басшылығының атынан сіздерге осында мынау қатысып отқан, қатыспай қалған сіздердің әріптестеріңізге үлкен рахмет айтамын. Облыс әкімі жастар жылының биылғы волонтер жылының жас буынның саналы, одан сүйгіш тұлға болып қалыптасуына көп ықпал еткенін ерекше атап өтті. Айта кетейік, байқауға қатысу үшін еліміздің түкпір-түкпірінен 800-ге жоқ өтінім келіп түскен. Іріктеліп, жеңімпаз атанған 48 қатысушының ішінде ресейлік және қырғызстандық еріктілер де бар көрінеді. Сайыста оза шапқандардың қатарында қос жамбылдық та бар. Олар корпоративті волонтерлік көшбасшылары және бейбітшілікті, достық пен келісімді нығайтуға қосқан үлесі үшін номинацияларына ие болды. Мәртебе төрінен көрінген Қордайлық Станислав Насыров бұл марапаттың өзі маңызы зор екендігін жеткізді. Волонтером стал я 9 лет назад. Мен 9 жылдан бері ерікті болып келемін. Мен адамдарға орнына еш нәрсе күтпестен көмек көрсету ең үлкен құндылық бақыт дер едім. Дәл қазіргі сәтте бізге осы қасиет жетіспейді. Волонтерлер жылымен тұспа-тұс келген 2020 жылдың қиындығына қарамастан біз еріктілер барынша шын ниетпен мұқтаж жандарға көмек көрсеттік және бұл бастаманы жалғастыра бермекпіз. Міне бүгін еңбегіміз еленіп, марапат төрінен көрініп жатқанымызға өте қуаныштымын. Қиын шақта мемлекет үздік волонтерлік жобаларды қолдап, идеялар мен тәжірибелердің үлкен базасын құрды. Ал біз біргемізде бұрандатқан жастарымыз көпке үлгі болып, бірліктен қымбат байлық жоқтығын дәлелдеді. Жиын соңында Бердібек Сапарбаев жастарға өз ақыл кеңестерімен бөлісіп, ел тұтастығын сақтау үшін нақты қандай шаралар қолдану қажеттігін айқындап берді. Перизат Қуатқызы, Фарида Селханқызы, Мейірбек Сауранбаев, 7/7 News.